Қайырлы күн, балалар. Математикадан 12-ші сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Бүгін біз 1000 көлеміндегі сандарды баған түрінде қосуды және азайтуды үйренетін боламыз. Бірінші суретке қараймыз. Суреттегі сандарды оқы, оларда қанша жүздік, ондық, бірлік бар. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз депті. Бірінші А бағанда тұрған гүлге қараймыз, онда қандай сандар жазылған? 869, 896, 968, 986, 689, 698 деген сандар беріліпті. Енді осыларда қанша ондық, жүздік, бірлік бар екен айтсам. Мысалы 896-та 8 жүздік бар, 9 ондық, 6 бірлік бар. Енді осыны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетейін. 869 тең дейміз. Оны былай жазам: 800 қосу 60 қосу 9. Не балалар? Разрядты қосылғыштың қосындысы түрінде біз осылай жазамыз. Екінші есеп. Қалай есептелетінін түсіндір. Есептеу тиімді болу үшін мыңдықтарды жүздіктерге, ондықтарға және бірліктерге қалай жіктеуге болады дейді. Біз бүгін баған түрінде қалай қосу керек екенін үйренеміз. Үш таңбалы сандарды. Ол үшін міне қараймыз. 757-ге қосамыз 243-ті. Енді біз бірлікті қосамыз. 7-ге 3-ті қосамыз, 10 болады. 10 деп жазбаймыз, біз 0-ін жазамыз, 1-ді ойға сақтаймыз. 5-ге 4-ті қоссақ 9, ойдағы 1-мен 10 болады. 10-да 0-ін жазамыз. 0-ін жазамыз да 1-ін және ойға сақтаймыз. 7-ге 2-ні қосамыз, 9, ойдағы мен 10. Міне осылай. Бізде бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазуымыз керек. Жүздіктің астына жүздік келеді. 757-ге 243-ті қосқанымызда 1000 шықты. Енді осыны азайтуын тексереміз. Енді 1000-нан азайтамыз. 243-ті. Тең 0-ден 3-ті ала алмаймыз. Ондықта да 0, жүздікте де 0 болғандықтан біз мыңдықты барып майдалаймыз. Мыңдықтың біреуін алып жүздікке береміз, ол 10 болады. Ол жүздіктің біреуін алып бірлікке береміз, ондыққа береміз, ондығымыз 10 болады. Ол ондықтың біреуін алып бірлікке береміз, бірлігіміз 10 болады. Қалғандары 9, ондықта да жүздікте де 9 қалды деп есептейміз. Енді 10-нан 3-ті алғанда 7 қалады. 7, мұнда 9 қалды деп есептедік. 9-дан 4-ті аламыз, 5 қалады.
Енді 9-дан жүздіктегі 9-дан 2-ні алғанымызда 7 қалады. Міне осылай 757 деген сан шықты бізде. Біз қосуды азайтумен осылай тексеріп алдық. Үшінші мысалда, мысалдардың бір қатарын таңда және есепте депті. Біз бірінші қатарды таңдай салайық. 582-ге 418-ді қалай қосамыз? Бірінші бірлікке бірлікті қосамыз. 2-ге 8-ді қосамыз, 10 болады. 0 түсіп, 1-ін ойға сақтаймыз. 8-ге 1-ді қосамыз, 9, ойдағы мен 10, және оның да 0-ін түсіп, 1-ін ойға сақтаймыз. 5-ге 4-ді қоссақ, 9, ойдағы мен 10, міне бізде 1000 шықты. Біріншіміздің жауабы 1000 екен. Екінші 715-ге 285-ді қосамыз. 5-ге 5-ді қосамыз, 10, 0 түсіп, 1 ойда. 1-ге 8-ді қосамыз, 9, ойдағы мен 10, 0 түсіп, 1 ойда. 7-ге 2-ні қосамыз, 9, ойдағы мен 10. Бұның да жауабы қанша екен балалар? 1000-ға тең екен. Міне бұл да 1000-ға тең болды. Келесі бізде 519-ға 481-ді қосамыз. Бірлікке бірлік, 9-ға 1-ді қосамыз, 10, 0 түсіп, 1 ойда. 1-ге 8-ді қосамыз, 9, ойдағы мен 10, 0 түсіп, 1 ойда. 5-ге 4-ді қосамыз, 9, ойдағы мен 10. Бұның да жауабы балалар 1000-ға тең болды. Міне бұлай қасына жазып қоя салсақ болады. Төртінші есепті шығар. Көкөніс сататын дүкенге 455 кг сәбіз және 129 кг қызанақ болған еді. Көкөністердің біразы сатылғаннан кейін, онда тағы 245 кг көкөніс қалды. Қанша килограмм көкөніс сатылды депті. Біз енді осы жерде не істейміз? Берілгенін жазамыз. Ол үшін сәбіз дейміз. Сәбіз тең 455 килограмм. Қызанақ тең 129 килограмм. Бізде қалды 245 килограмм. Көкөніс қалды. Сатылған табымыз керек. Сатылғаны бізге белгісіз. Есептің берілгені осы. Енді шешуін жазамыз. Шешуі ш деп қоя саламыз. Жақшан ашамыз. Бізде барлығы қанша екен бір-біріне қосып аламыз. Бізде сәбізіміз 455, оған қосамыз 129 килограмм қызанақты. Одан қалған 245 килограмм қызанақты жалпы көкөністі алып тастаймыз. Сол кезде бізде шығады 399. Жауабы дейміз. Жауабы 399 килограмм көкөніс қалады. Не дәптерімізге дәл осылай жазып қойсақ болады. Сандар қатарының орналасу заңдылығын тауып, оларды жалғастыр. Келесі 3 санды ата депті. Бірінші қатарға қараймыз. 250
250, 246. Яғни бұл жерде 54, 50, 46 дегенге қарасақ 4 саннан кеміп отыр. Және бізде 4 саннан кемітеміз. 246-тан 4-ті аламыз. 242 қалады. Бірінші санымыз 242. Енді ары қарай тағы 4-теуін азайтсақ 242-ден 4-ті азайтсақ 238 болады. Енді осы 238-ден және 4-ті азайтсақ 234 болады. 234. Бірінші қатарымыз осылай болады. Келесі қатарға қараймыз. Келесі қатарда 999, 888, 777, өте түсінікті. Ары қарай 600, 666, 555, 444 болып жалғасып кетеді. Үш жерге осы болады. Келесі 500, 450, 400. Бұл жерде қарап тұрсақ 500-ден 450 арасында 50 сан айырмашылық бар. Енді 400, 400-ден ары қарай 50-ді азайтамыз. 350, 300, 250. Заңдылық осылай жалғасып кете береді. 6-шы есептерді шығар. Асы қала саябағында 230 терек өсіп тұр. Бұл қарағаш. Одан 125-ке артық. Қала саябағында барлық қанша ағаш өсіп тұр? Бірінші берілген жазбаламыз. Терек дейміз. Терек 230. Қарағаш, одан қарағаш белгісіз бізде. Белгісіз, сұрақ белгі қоямыз. Одан дейді теректен нешеге артық екен? 125-ке артық. 125 артық дейміз. Бізге табымыз керек барлығы. Барлығы неше екенін табымыз керек. Ал енді осыны қалай шығарамыз? Шешуі былай болады, балалар. Шешуі 230 терек бар бізде белгілісі. Қосу жақшаны ашамыз. 230 теректен 125-ке артық, яғни 125-ті қосамыз. Жақшамызды жабамыз. Тең 230, 460, 585. 585. Жауабы 585 ағаш деп қоймыз. Жалпы ағаштардың саны осылай екен. А есебіміз осылай шығарылады. Ал енді әге қараймыз. Жер теліміне 132 түп таңқурай, одан 50 түп кем қарақат, ал қарақатқа қарағанда 54 түп қарлыған артық отырғызылды. Жер теліміне қанша түп қарлыған отырғызылды дейді. Енді бұл жерде бірінші берілген жазып аламыз. Таңқурай бізде 132. Одан түп кем қарақат дейді. Қарақат белгісіз қанша кем? 50 түп. 50 кем. Жер теліміне қарағанда, қарақатқа қарағанда 52 түп
артық дейді. Қарылған ол да бізде белгісіз, табуымыз керек. 50 қарақаттан 54 түпке артық екен. Бізге қарылған табуымыз керек. Ол үшін 132-ден азайтамыз 50-ді. Осы кезде бізге қарақаттың қанша өткен белгілі болады. 132-ден 50-ді алған кезде, 100-ден 50-ді алғанымызда 50-ге 32-ні қосып жібере саламыз, 82. Ал осы 82 түп қарақатымыздан қарылған қаншаға артық екен? 54-ке, оны қосып жібереміз. 54-ке тең 136 шығады. Демек, бізде жауабы қарылған 136 түп екен. Не балалар, осылай дәптерімізге жазып қоямыз. Есеп, үй тұрғызу өрнектерді дәптеріне баған түрінде жаз депті. Құрылыс жоспары. Үйлердің шатырындағы цифрлардан ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандар құрастыр. Олардың айырмасын тап депті. Біз ең үлкен 3 таңбалы сан құрастыру үшін ең үлкен саны бар шатырды аламыз. Ол бізде 9. 9, 7, 5 десек, ол ең үлкен болады. Себебі ең үлкен сандарды алып жатырмыз. Сандарды кеміреді бойынша алып жатырмыз. 75 деген сан шығады. Екіншісінен ең кішісін құрастырамыз. Ең кіші болғанда өз суретімен ең кішісі 4 болып тұр. 468 деген сан шығады. Енді осы екеуін бір-бірінен аламыз. 5-тен 8-ді ала алмаймыз, 7-ні майдалаймыз. 7-ні біреуін алып 5-ке береміз, 15 болады. 15-тен 8-ді алғанда 7. 7-ні орнында 6 қалды. 6-ны аламыз 0. 9-дан 4-ті аламыз 5. 507 деген сан шықты. Осылай жазып қойсақ болады. 8-ші есеп, А нұсқасы баған түрінде жаз және есепте депті. 354 қосу 247. 247. Бұны былай шығарамыз. Бірлікке бірлікті қосамыз. 4-ке 7-ні қосамыз. 11. Бірі түсіп, бірі ойда. 5-ке 4-ті қоссақ 9, ойдағымен 10. 0 түсіп, бірі ойға сақтаймыз. 5-ке 3-ке 2-ні қосамыз. 5, ойдағымен 6. 601 шықты. Енді 895-тен азайтамыз 325-ті. 325-ті. Бірліктен бірлікті аламыз, 5-тен 5-ті аламыз. 0. 9-дан 2-ні аламыз. 7. 8-ден 3-ті аламыз. 5. 570. Онда мұнда қойып қоямыз. Келесі 450-ден
455-ке қосамыз 545-ті.